Сәлем, сенімен бірге дәрігер Оспанхан Мерверт. Біз бүгін сенімен кезекті неврологияның тақырыбы нервус офтальмикус, яғни көру нерві туралы талқылаймыз. Бұл видеоны түсіруге қанша уақыт кеткенін білсең ғой, бұл менде 17-ші попытка шығар. Қайтадан телефон память топ, ары беріп. Енді біз бастайық. Жалпы бізде нервус офтальмикус бұл сезімтал нерв жүйесі, яғни перифералық аймақтан ортаңғы аймаққа көріп тұрған затымызды нерв импульс ретінде тасымалдайды. Ең бірінші бізде дөңгелек көз құрылымын көріп тұрмыз ғой. Дөңгелек көз құрылымының ішінде бізде шеткі рецепторлар орналасқан, яғни көрген нәрсемізді қабылдайтын рецепторлар. Сол рецепторлар бізде көруді қабылдағаннан кейін, олар осындай дендрит жасушалары арқылы, яғни аяқшалар арқылы нерв импульсіне айналады. Солай олар нерв импульсіне айналып төмен қарай бағытталып, ірі өзінің нейрон денесіне, яғни биополярлы нейрон денесіне қарай импульс келеді. Одан олар осы нейрон денелерінің импульсінің бәрін жинақтап нервус оптикусқа айналады. Яғни көздің ішіне, дөңгелектің ішіне осының барлығы болатын болса, бізде ол шыққан жерде, яғни мына жер нервус оптикус болып табылады. Ары қарай төмен қарай бағытталып кетеді. Одан кейін шыққан замат ол хиазма оптикус, яғни қиылысады. Одан кейін өзінің жолдарымен трактус оптикус болып жолдарымен кетеді. Ары қарай өзінің тармақтарына таралып кетеді. Біз затты көрген кезімізде, оны көзімізде оң және сол жақта қиылыстыра отырып қабылдайды екенбіз. Бізде оң жақ, right, left, сол жақ. Қызылмен белгіленгендер сол жақтан қабылданып жатқан сәулелер деп елестетіңіз, ал жасылмен белгіленгендер оң жақтан қабылданып жатқан сәулелер. Оң жақтан қабылданып жатқан сәулеге келейік. Біз жарықты оң жақтан келіп түсті. Солай ол көз ішінде бір қиылысып, медиалды нерв тармақтары арқылы ішке қарай өтеді. Қиылысты, оны медиалды нерв тармағы қабылдады өзіне. Одан кейін төмен қарай бағытталды. Ал сол жақтан келіп тұрған, қызыл жақтан, сол жақтан келіп тұрған жарықты бізде латериалды нерв тармағы қабылдайды. Ол солай төмен қарай бағытталады. Мына жақта да тура сондай. Енді олар қиылысу барысында екі жақтың ішпері медиалды жағындағы нервтер, яғни оң жақтан, сол жақтан қабылданып жатқан сәулені ақтап, оң жақтан қабылданып жатқан сәуле ортада хиазмада қиылысады. Солай қарама-қарсы жаққа өтеді. Ал екеуінің латериалды жағынан келіп жатқан тармақтар өз жағына қарай кетеді. Сол жақтан қабылданып жатқан жарықтың бәрін мидың оң жағы қабылдаса, оң жақтан қабылданып жатқан жарықтың бәрін мидың сол жағы қабылдайды. Хиазма оптикумнан кейін ол трактус оптикум болады. Трактус оптикум. Трактус оптикумнан кейін ол үш өзінің меншікті ядроларын алатын аймаққа бағытталады. Оның біріншісі бұл холмик. Холмик бұл ортаңғы мидың төбесінде орналасқан. Оның негізгі қызметі алдыңғы сабақтардың бәрінде айтып келе жатырмыз. Шартсыз рефлекстерді орындау. Яғни біз көру, есту, иіс сезуді қабылдаған кезімізде, мысалға көз алдымызда ужасты көретін болса, көзіңді жұмасың, не қашасың, шартсыз түрде оны сразу істейсің. Осы нәрсені үйлестіріп отырған холмик, сол үшін холмикке ол бір тармағын береді. Екі жақтан да беріп тұр. Оң сол жақтан. И олар өз кезегінде осы жерден тармақтарын қиылыстырып жібереді. Яковлевич деген ядроға тармақ береді. Яковлевич деген ядро бұл маңызды, себебі одан көзді қимылдататын, ары бері қимылдататын нервтердің бастамасы орналасқан. Яғни 3-ші, 4-ші, 6-ші нервтің бастамасы осы Яковлевич ядросында, ол жоғары қарай бағытталып, көзді қимылдататын бұлшықеттер, көздің ішкі бұлшығатын нервтердің бірі. Яғни біз айта аламыз, көріп тұрған затымызбен оны көзімізді қимылдататын нервтің тікелей байланысы бар. Яғни бір нәрсені көрген кезде біз соған байланысты көзімізді жұмып, ашу реакциясын оңай жасай аламыз. Келесі бізде ол корпус киникулатум латерали деп аталады. Екінші, оның негізгі маңызы, айта кетейік,
біздің көзіміз кез келген камерадан, даже iPhone, даже качественный камера болсын, одан жоғары дәрежеде көреді. И осындай качествоны сыйлап тұрған оған корпус гинекология материалы, яғни бір затты көретін болса, оны ашығырақ етіп, қанығырақ етіп, оны дәл етіп көру үшін немен киноэффект деген немен таңдаған кезде бір затты ғана анық көрсетіп, қалған жағын бұлдыратып көрсетеді. Сол сияқты бір затқа ғана акцентті қойып беретін, и жан-жаққа акцентті қойып беретін осы корпус гинекология материалы орталығы болып табылады. Одан кейін пульвинат таламиге тағы бір тармақ береді. Үшінші, оның негізгі қызметі ол ортаңғы миы бүкіл сезім рецепторларының орталығы болып табылады. Бұда бүкіл сезім рецепторларының меншікті ядролары орналасқан, бір-бірімен байланысқан. Біз кез келген затты алыстан көрген кезімізде, оны бұрын көргенімізді или бір сөзбен байланыстыра аламыз, бір иіспен, немесе бір қимылмен, біреумен байланыстыра аламыз көрген затымызды. Сондай диссоциация, ассоциация, интеграция процестерін рецепторлардың орталығы сол ортаңғы ми болып табылады. Осындай үш түрлі нүктеге тармағын бергеннен кейін ол төмен қарай бағытталып, қыртысты орталығы, яғни шетедегі қыртысты орталығына барады. Көздің, яғни көрудің орталығы бізде шетедегі қыртысты аймақ. Бұл бізде көру нервінің жүру жолы осымен аяқталды. Біз патологияларына тоқталайық. Патологияларын әртүрлі аймақтың бұзылысымен бірге қатар айтып өтейік. Так, егер бізде мына аймақта зақымдалу болатын болса, логично ойланайық. Мына нерв мына аймақ зақымдалып тұр. Демек, мына жақта полный сәулені қабылдамайды деген сөз. Ол анапсия. Яғни бір көздің, екі көз болса, соның бір жағының полный көрмеуі. Егер де бізде мына қиылысқан аймақ зақымдалатын болса, қараңыз, қиылысқан жерде мынау сол жақтың сәулесін қабылдап тұр, ал мынау оң жақтың сәулесін қабылдап тұр. Бұлай қарап тұрсаң, екі жақтың шет-шеті. Мына жақта екі көз болатын болса, мына жақтың сол жағы, мына жақтың оң жағы зақымдалып тұр. Бұны біз битендральды гемианапсия деп айтамыз. Егер мынау шеткер аймақтарында зақымдалу болатын болса, онда бұл мына жақтың оң жағынан келіп тұрған сәулені, ал мынау мына жақтың сол жағынан келіп тұрған сәулені қабылдамай тұр. Демек, бұны біз биназальды гемианапсия деп айтамыз. Неге? Өйткені көздің екі ішкері жағындағы, мұрынға жақын жағындағы зақымдалу болып тұр. Сол үшін биназальды гемианапсия. Сосын гомонимді гемианапсия деген бар, ол мына аймақтың полный зақымдалуы. Ол кезде ойлап қарасаңыз, мына жақта сол жақтың несі сәулесі келмей тұр. Қызылмен жалпы белгіленгеннің барлығы сол жақтан келіп тұрған сәулені қабылдап тұр ғой. Мына екінші көзде де сол жақтың сәулесін қабылдайтын аймақ бұзылып тұр. И бізде келесі мына жер зақымдалатын болса, бізде оны төменгі квадратты гемианапсия деп айтады. Яғни төртке бөліп көзі бір аймағы, яғни төменгі бір аймағының зақымдалуы. Мына жақ зақымдалатын болса, ол жоғарғы квадратты гемианапсия болып табылады. Ал көру орталығы шетенің өзінде зақымдалу болатын болса, ол амавроз. Ол мүлде көздің көрмеуі деген мағына. Осы жақтың полный патологиялы болатын болса, оған қандай патологиялар жатқызамыз негізі? Кез келген осы аймақтарда бізде қабыну процестері болуы мүмкін, инфекция түсуіне байланысты. Ол жерге қан құйылуы мүмкін, гематома болуы мүмкін, немесе ісікпен компрессияланып басылып тұруы мүмкін. Сондай әртүрлі жағдайлардан осындай көрудің патологиялық процестері болуы мүмкін. Жалпы біздің бүгінгі талқыланатын тақырып осы. Менімен бірге соңына дейін тыңдағаныңа рахмет. Және де каналымды қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып кетуге ұмытпа.